бірде бір еркек дейді, үйінен бала шағасын, әйелін, ата-анасын бағу үшін жолға шықса дейді, ол адам Алланың жолында дейді. Егер ол қайтыс болып кетсе, ол Алланың жолында шахид болып қайтыс болады. Кім айтты сізге бала шағаңызға тапқан таянғаныңыз ол сауап емес деп? Кім айтты ата-анаңызға тапқан таянғаныңызды апарып беру сауап емес деп? Дүниеде сұралмайтын ақшалардың бірі бұл ата-анаға жұмсаған ақша. Сұралмайсың қияметте ол ақшаны. Тек қана сауап қана болады ол. Ата-анаға жұмсау. Бір кездері ата-ана саған қызмет жасады. Енді кезек келді, сен ата-анаға қызмет жасайсың. Кезінде ата-ана саған куртка алып берген, енді сен ата-анаға куртка алып бересің. Кезінде ата-ана сенің аяқ киіміңді, қыстығыңды, күздігіңді, жаздығыңды алып берген, енді сен тура солай оларға алып бересің. Кезінде ата-ана сені әртүрлі жерлерге саяхаттатып апарған, енді сен ата-анаңды апарасың. Міне өмір деген алма кезек осындай. Ата-аналарымыз қазір бала сияқты болып қалыппыз. Енді біз оларға ата-ана сияқты боламыз. Түсіндіңіздер ме? Осындай өмір. Сондықтан да папа, мама ақша жіберіп қойшы деп отырмаңдар.